келе қойшы еркетайым. Ал анашым. Қызым, сенің қою қара шашың бар. Сен шашынды әдемі етіп өрдің. Енді осы шашына шашпау жасағың келеді ме? Иә, анашым. Қызым, саған шашпау туралы түсіндіріп берейін, иә? Шашпау деген ол қазақ дәстүріндегі әшекей көне бұйымдардың бірі. Шашпау кезінде күмістен, алтыннан және жібек жіптен жасалатын болған. Және оған әртүрлі моншақтар тігілетін болған. Шашпауда ерте кезде бағанағы әжелері, одан кейін аналары қыздарына жасап беретін болған. Сен өз қолыңмен шашпау жасағың келеді ме? Әрине, анашым. Мен бұны қалай жасаймын? Қызым, мен саған шашпауды жасаудың көрсетемін, үйретемін саған, жарайды ма? Ол үшін бізге түрлі түсті жіптер, моншақтар және де жылтыр тастар керек болады. Шашпаудың қандай түстері бар? Шашпаудың қазақ дәстүрінде кең тараған 3 түрі бар. Ол бағанағы қызыл түс, ақ түс және көк түс. Қызыл түс ол бағанағы күш қуаттылықты білдіреді. Ақ түс бағанағы әсемдікті, адалдықтың символы. Және көк түс ол көк аспан, тазалықтың белгісі болып саналады. Қызым, бұл сенің өзіңнің бағанағы қолөнерің, ең алғашқы қолөнерің, бұл сенің ең алғашқы шашпауын. Сондықтан бұны өзіне сақтап жүр, жарайды ма? Анашым, рахмет. Жаным, ботам менің. Бұл шашпау екеуміз жасаған ең алғашқы қолөнер бұйымымыз, иә? Бұны сен өзің сақтап, әрқашан шашында тағып жүр. Жүрегім, ботам менің.